Достар, сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып бізде предлоги. Қысқаша тоқталып өтемін. Жалпы предлогтар дегеніміз ағылшын тілінде сөздерді бір-бірімен байланыстыруға көмектесіп тұрады және сөйлемді тұтас мағынасында қолдануға көмектеседі. Предлогтың барлығы 4 түрі бар: қарапайым, туынды, күрделі және құрама. Және тілді біз алғаш ағылшын тілін үйренушілерге тек қарапайым түрлерін білген жеткілікті. Солардан бастаймыз және олардың мағынасы бойынша тағы да жіктелулері бар. Яғни олар орын, уақыт, себеп және бағыт бойынша предлогтар болып бөлінеді. Олардың қалай ерекшеленетіндерін келесі кестеде көрсетемін. Міне мындай түрлері бар предлогтардың. Орынға байланысты мындай предлогтардың түрлері бар. Бай дегеніміз жанында, маңайында деген сөз. Егер қандай да бір зат бір нәрсенің жанында, маңайында тұрса, сол кеңістікте тұрса, онда бай деген предлогты қолданамыз. Маңында дегенді, қайда деген сұраққа жауап береді мынау предлогтардың барлығы. Мысалы, I live by the subway. Мен метроның жанында тұрамын. By деген сөз жанында дегенді білдіреді. Келесі, in деген предлог ішінде не болмаса қандай да бір коробканың ішінде, не болмаса ғимараттың ішінде дегенді білдіреді. Егер зат, кез келген бір зат бір нәрсенің ішінде, не болмаса суретте тұрса, онда біз in деген предлогты қолданамыз. What is in the box? Коробка, қораптың ішінде не бар дейді. Келесі, on деген предлог егер зат қандай да бір нәрсенің үстінде тұрса, мысалы үстелдің үстінде тұрған нәрсе, онда on деген предлогты қолданамыз. Мысалы, leave the book on the table. Кітапты үстелдің үстінде қалдыр. Мұнда on the table деген сөз үстелдің үстінде болып аударылады. Келесі, behind деген артында деген сөз. Егер зат қандай да бір нәрсенің артында тұрса. Look, it is behind you. Қара дейді. Ол дәл сенің артыңда тұр. Behind you деген сенің артыңда деген сөз. Below дегеніміз астында, сәл төменірек деген сөз. Яғни зат қандай да бір нәрседен сәл төмен тұрса. Send your letter to the address below. Өзіңіздің хатыңызды мынау астыда тұрған мекен жай бойынша жіберіңіз дейді. Ары қарай уақытқа байланысты предлогтардың түрі. After, by, at, in және on. After дегеніміз кейін дегенді білдіреді. Егер іс-әрекет қандай да бір іс-әрекеттен кейін болса, соны білдіреді. Іс-әрекет орындалып жатқан уақытқа байланысты бұл предлогтардың барлығы қашан, когда деген сұраққа жауап береді. Мысалы, let's have a ride after work. Жұмыстан кейін машинемен қыдырып қайтайық дейді. Жұмыстан кейін, after work деген жұмыстан кейін болып аударылады. By, не позднее чем, сол уақытқа қарай және сол уақыттан кешікпей дегенді білдіреді. Егер де іс-әрекет қандай да бір уақытқа байланысты, сол уақытқа байланып, сол жерде орындалатын болса, осы by деген предлогты қолданамыз. Мысалы, I'll be back by midnight. Мен түннің ортасына қарай, яғни 12, полночь 12-лерге қарай келемін дейді. At дегеніміз дәл сол уақытта, яғни бір күн бойындағы белгілі бір уақыт, сағатты айтып тұр. Мысалы, сағат 7, сағат 8 соған байланысты қолданамыз. I woke up at 7 a.m. Мен таңғы 7-де ояндым. Яғни at дегенді біз дәл қай уақытта болған кезде сол уақытқа байланысты қолданамыз. In дегеніміз сол уақыттың ішінде, не болмаса сол мезгілдің ішінде дегенді білдіреді. Бұны біз сезонға байланысты, тәулікке, не болмаса жылға байланысты сөздерде қолданамыз. We met in summer. Біз жаз кезінде кездестік. Яғни кезінде, сол уақытта дегенді білдіреді. On дегеніміз в время, яғни сол уақытта. Ол біз датаға, не болмаса аптаның күніне байланысты қолданамыз. Мысалы, I am always late for work on Mondays. On Mondays, яғни on Mondays дегеніміз дүйсенбі күндері деп аударылады. Мен дүйсенбі күндері әрдайым жұмысқа кешігіп жүремін дейді. Келесі, себепке байланысты мындай предлогтар бар. For, from және of. Олар не үшін, не себепті
деген сұрақтарға, неге деген сұрақтарға жауап береді. For дегеніміз для, из-за, яғни не үшін, бір себеп үшін деген мағынаға жауап береді. Қандай да бір іс-әрекет, мақсатқа байланысты, және сол іс-әрекеттің результат, соңғы нәтижесі ретінде басқа нәрсе орын алып кетсе, соны қолданамыз. Мысалы, she only did it for the money. Ол бұл нәрсені тек ақша үшін жасады дейді. Не үшін? Ақша үшін. For деген үшін дегенді білдіреді. From қандай да бір ой, не болмаса бір нәрсенің причинасы ретінде қолданылады. Мысалы, I realized it from your behavior. Неден деген сұраққа жауап береді. Мен бұны сенің мінез құлқыңа, сенің қалай іс-әрекет жасап жатқаныңа қарап білдім дейді, түсіндім дейді. Of дегеніміз соның кесірінен, соның әсерінен деген сұраққа жауап береді. По причине. The patient died of severe asthma. Пациент астманың өте күрделі формасынан, неден? Of severe деп тұр, яғни күрделі формасы. Неден деген сұраққа жауап береді. Келесі направление, бағыт бағдарға байланысты предлогтар бар, олар қайда деген сұраққа жауап береді. Up, down, out және into. Up дегеніміз жоғарыға деген нәрсені білдіреді. Climbing up the mountain was too long. Таумен жоғары қарай көтерілу өте ұзақ уақытты алды дейді. Down дегеніміз төмен деген сұраққа жауап береді. Төмен деген сөз, яғни төмен қарай жылжып жатқан нәрсеге байланысты. You should go down the stairs. Саған кеденмен, лестницамен төмен түсу керек дейді. Out дегеніміз бір нәрседен шығу, сыртқа қарай дегенді білдіреді. He went out of the room. Ол бөлмеден шығып кетті дейді. Into дегеніміз бөлменің ішіне, бір нәрсенің ішіне кіру. He put my sweater into the box. Ол менің свитерімді қораптың ішіне салып қойды дейді. Түсінікті болды деген ойдамын. Осымен предлогтардың тақырыбы аяқталды. Қысқаша тоқталып өттім. Бүгінгі сабақ осымен тамам. Келесі сабақта кездескенше.